Шымкент қаласында кезекті 5 миллион премиясының иегері Алдабергенова Римадан бүгін кезекті интервью аламыз. Рима ханым, НЛда істеп жатқаныңызға неше жыл болды және өзіңіздің тәжірибеңізді компанияда командаңызға тіркелетін қыздарға қандай ұсынысты айтасыз? Осы 5 миллион премия алған кезде қандай қиыншылықтар болды? Және де қазіргі таңдағы қуанышыңыз, отбасыңыз, соның барлығы туралы қысқаша ақпарат бере кетсеңіз. Ал қалайсыздар? Қайырлы күн баршаға. Енді менің бұл бизнесте жүргеніме 4 жылдай болды. Мен өзі банковский делода жұмыс істеген қызметкермін. Арманым банкте жұмыс істеу еді. 3 жыл банкте жұмыс істеп, декретке кетіп, денсаулығымды іздеп, осындай бизнеске келдім. Енді бұл бизнесте 750 дейміз ғой қазір мастер квалификациясы. 2 жыл мастер квалификациясымен жүрдім. О кезде 26 мың теңге беретін. 26 мың теңгеге кім береді декретте отырған анаға деп жүрдім. Денсаулығымды реттедім. Бала шағама мен вообще антибиотик салмаймын. Интернеттен ізденіп, мен уже жаңағы балдарды емдей өзім врач болып кеткем. Врач болмасам да, врач Алла тағала балдарды емдеу үшін өзі врач қылдырады екен. Енді маған мне все интересно. Любой продукцияны түнімен интернеттен оқимын, изучать етем. Қандай өнім, қай жаңағы адамның қай жеріне әсер етеді. Соны клиент келген кезде, клиентке миллион вопросқа мен жауап берсем, ол клиенттің ақшасы менің қалтама түседі. Соны біліңіздер. И через себя өткізіңіздер продукцияны. Сіздер өздеріңіз ішкен өнімді спокойно реализовать етесіздер. Енді мастер квалификациясында жүріп, енді менің наставнигім Қарлығаш ханым маған квалификация жап, қашанғы чекке жұмыс жасайсыз деді. Сөйтіп менде қорқыныш үрей болды. Жоқ, қорқыныш үрей емес, команда өзі жайлап келеді. Енді қараңыздар, бір шай сатқан кісілерге сіздер жаңағы результат көрген кісіні сіздер уже менеджер қылып тіркеп, өздеріңіз сияқты 750-ге тәрбиелесеңіздер, 750-ден кейін 1000-ға, 1000-дан кейін 3000-ға тәрбиелесеңіздер, осындай дәрежеге жетесіздер. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Енді қараңыздар, машина, қазір бәріңіз машина айдайсыздар, иә? Помехалар болады ғой, помеха слева, помеха справа деген сияқты бизнесте помеха болады, спад болады. Енді Алла тағала ондай спадты жақсы көрген құлына жібереді екен. Сіздер оны ойламаңыздар. Мен болды, бұл тастаймын, болды, надоел, все, керек емес, бермейді, бұл лохотрон. Жоқ, тастамаңыздар. Только вперед. Сіздер мысалға сол жақтан машина келсе тоқтап өтіп кетесіздер ғой, сол сияқты тоқтайсыздар да қайтадан өтіп кетесіздер. Болды, ничего страшного, все получится. Бәрін жасауға болады. Біздің қазақтың келіншектері мықты. Үйде де үлгеру керек, енеге де үлгеру керек. Өзімнің енем атам бар үйде. Енем онкология. Жалғыз келінмін мен. Бәріне үлгереміз. Бәріне үлгеруге болады. Сол үшінде енді менде бұл жерде эмоция, неожиданно менен интервью кірмей жатып алып алды.